Biz әлемдегі ең жиіркенішті тағамдар туралы сөйлесеміз. Біреулер үшін бұл тағамдар экзотикалық және дәмді болуы мүмкін. Бірақ біз үшін, қарапайым қазақтар үшін, бұл тағамдар шынымен де түсініксіз және тіпті жиіркенішті болып көрінуі мүмкін. Бұл видеода біз әлемнің түкпір-түкпірінен ең оғаш және ерекше тағамдарды қарастырамыз. Олардың кейбіреулері сізді таң қалдыруы мүмкін, ал басқалары сізді құсқыңыз келуі мүмкін. Бірақ ең бастысы, бұл видео сіздерге әлемнің әртүрлі мәдениеттері мен дәстүрлері туралы көбірек білуге көмектеседі деп үміттенемін. Дайынсыз ба? Кеттік! Біздің жиіркенішті тағамдар тізіміндегі бірінші орында Филиппиндерден келген балют тұр. Енді елестетіп көріңізші. Сіз нарықта жүрсіз, қарныңыз ашып, жеңіл тамақтану үшін бірдеңе іздеп жүрсіз. Кенеттен көзіңізге қайнатылған жұмыртқаларға толы себет түседі. Міне, деп ойлайсыз сіз. Жұмыртқадан артық тамақтануға не жақсы болуы мүмкін. Бірақ жақындағанда, бұл қарапайым жұмыртқа емес екенін түсінесіз. Қабықтың астында сізді кішкентай үйректің пішіні бар нәрсе күтіп тұр. Иә, дұрыс естіңіз. Балют – бұл жартылай дамыған үйрек эмбрионы. Ол қайнатылып тікелей қабығымен жейді. Мен білемін. Сіз қазір не ойлап тұрғаныңызды білемін. Бұл қалайша жиіркенішті болмасын. Ал мен сізге айтайын, бұл тек тағамның сыртқы түріне ғана емес, сонымен қатар оның дәміне де байланысты. Балюттың дәмі балық пен ет қоспасына ұқсайды деп айтылады. Бірақ сүйектердің сықырлағанын сезінгенде, бұл дәмді ұмытып кетесіз. Филиппиндерде балют бұл деликатес болып саналады, және оны көшеде де, ресторандарда да табуға болады. Оны әдетте сірке суымен, тұзбен және чилимен бірге жейді. Егер сіз шытырман ойлы гурман болсаңыз, балютты міндетті түрде көріңіз. Бірақ егер сіз мен сияқты болсаңыз, онда бұл тағамнан бас тартып, дәстүрлі тағамдарды ұстанған дұрыс. Енді Италияға, нақтырақ айтқанда Сардиния аралына барамыз. Мұнда біз келесі жиіркенішті тағамды, касу марзуны табамыз. Бұл шіріген иримшік дегенді білдіреді. Бірақ оны жергілікті тұрғындар личинкалармен толтырылған иримшік деп те атайды. Иә, сіз дұрыс естідіңіз, личинкалар. Касу марзу бұл қой сүтінен жасалған иримшік, ол әдейі шыбындардың жұмыртқаларын салу үшін ашық қалдырылады. Личинкалар иримшікті жеп, оның майын ыдыратады. Бұл оған жұмсақ, кремді консистенция береді. Енді бұл тағамның ең жиіркенішті бөлігі личинкаларды иримшікпен бірге жейді. Шын мәнінде, кейбір адамдар личинкаларды касу марзудың ең дәмді бөлігі деп санайды. Олардың тірі екенін және иримшікті жеп болғаннан кейін де секіре алатынын айтады. Егер сіз касу марзуды байқап көруге батыл болсаңыз, онда оны личинкалармен бірге жеуге кеңес беремін. Өйткені олар өлгеннен кейін улы заттар бөліп шығара бастайды. Бірақ мен сізге ескертейін, касу марзуды табу оңай емес. Бұл иримшік Еуропалық одақта тыйым салынған, сондықтан оны тек қара нарықта табуға болады. Егер сіз оны тауып алсаңыз, онда өзіңізді нағыз гурман деп санауға болады. Немесе мүмкін тек аздап ақылсыз. Енді Исландияға саяхат жасайық. Онда біз келесі ерекше тағамды, хакарды табамыз. Хакар бұл ашытылған акула еті. Ол бірнеше ай бойы жер астында көміліп кептіріледі. Бұл процестің нәтижесінде ет өте күшті аммиак иісіне ие болады. Ол көптеген адамдар үшін жағымсыз болуы мүмкін. Хакардың дәмін зәрге немесе тазалағыш заттарға ұқсатады. Бірақ исландтықтар оны ұлттық мақтаныш көзі деп санайды. Олар оны әдетте кішкене кубиктерге кесіп, картоппен және қара бидай нанымен бірге жейді. Егер сіз хакарды байқап көруге батыл болсаңыз, онда оны кішкене бөліктерден бастауға кеңес беремін, және оны суық сумен немесе алкогольмен ішкен дұрыс. Бұл оның иісі мен дәмін азайтуға көмектеседі. Бірақ мен сізге ескертейін, хакардың дәмі оның иісінен де күштірек. Сондықтан оны бірінші рет байқап көргенде дайын болыңыз. Енді Швецияға барамыз. Онда біз келесі ерекше тағамды сүрстрөмингді табамыз. Сүрстрөминг бұл ашытылған майша бақ, ол банкаларға салынып сатылады. Бұл тағамның ең ерекшелігі оның өте күшті иісі. Ол көптеген адамдар үшін жағымсыз болуы мүмкін. Сүрстрөмингдің иісі соншалықты күшті, ол тіпті ашық ауада да сезіледі. Сондықтан оны әдетте үйдің ішінде емес далада ашады. Сүрстрөмингді ашқан кезде банкадан газ шығады, ол бүкіл аумаққа жағымсыз иіс таратады.
Surströmmingдің дәмі оның иісінен де күштірек. Ол өте тұзды және балықтың дәмі айқын сезіледі. Surströmmingді әдетте жұқананға жағып, картоппен, пиязбен және қаймақпен бірге жейді. Соңында біз Қытайға барамыз. Онда біз келесі ерекше тағамды Century Egg'ді табамыз. Century Egg бұл бірнеше ай бойы күлтұз, әк және саз қоспасында сақталған үйрек, тауық немесе бөдене жұмыртқасы. Бұл процестің нәтижесінде жұмыртқаның сарысы қою жасыл түске, ал ақуызы қоңыр түске боялады. Century Egg'дің дәмі өте ерекше және оны барлық адамдар ұната бермейді. Ол өте тұзды және аммиактың жеңіл дәмі бар. Century Egg'ді әдетте кесіп, тофу, күріш немесе кеспе қосылған сорпаларға қосады. Оны сонымен қатар тәбетті ашатын тағам ретінде де жеуге болады. Міне, достар, әлемдегі ең жиіркенішті тағамдар осылар. Әрине, бұл тізім толық емес. Себебі әлемде біздің асқазанымызбен үйлеспейтін көптеген басқа да ерекше тағамдар бар. Бұл тағамдардың кейбіреулерін көргенде тәбетіңіз қашып кетуі мүмкін. Бірақ әр мәдениеттің өзіндік дәстүрлері мен талғамдары бар екенін ұмытпаған жөн. Біреулер үшін жиіркенішті болып көрінетін нәрсе, басқалар үшін нағыз деликатес болуы мүмкін. Сіз қайсысын байқап көрер едіңіз? Пікірлерде жазыңыз. Келесі кездескенше.